Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін сіздермен айранды қалай қою әрі дәмді қылып үйтудің секреттерімен бөлісетін боламын. Егер сізге дәл осы тақырып қызық болатын болса, видеоның соңына дейін қараңыз. Егер сіз айранды дұрыс үйте алмайтын болсаңыз, сіздің ұйтқан айраныңыз сұйық болып қалса, немесе дәмі қышқыл болып қала беретін болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз соңына дейін көрсеңіз, дәл осындай қою тәтті айранды қалай дұрыс үйту керектігі жайлы біліп алатын боласыз. Ең алдымен біз сүтіміздің температурасын тексерумен бастаймыз. Сүтіміз ыстықтау болғаны дұрыс. Себебін видеоның соңында айтатын боламын. Және де осында 2 литр сүтке 1 ас қасық ұйытқы жеткілікті. 1 ас қасық ұйытқымызды бөлек ыдысқа осылай жақсылап іртігін жазып араластырып аламыз. Көп адамдардың жіберетін қателігі ұйытқыны осылай бөлек ыдыста араластырмай, сразу қасықпен сүтімізге салып, сразу араластырып қоя салады. Ондай айран мүлдем дұрыс шықпайды, және де дәмі қышқыл болып шығады. Осындай сұйық болған айранымыздың үстіне 2-3 қасық сүтімізді тағы құйып, оны тағы араластырып аламыз бір келге болғанға дейін. Дәл осылай бір келге болып араласқан массамызды енді сүтіміздің үстіне құятын боламыз. Ұйытқымызды құйғаннан кейін көп адамдардың жіберетін қателігі қасықпен 1-2 ғана араластырады. Сүтімізді мүлдем қасықпен араластырмаймыз. Осындай венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Сіздерге де берер кеңесім осындай венчиктің көмегімен араластырсаңыз, сүтіңіз бір келгі жақсы араласатын болады. Және де көп адамдардың жіберетін қателігі қасықпен 1-2 рет қана араластырып қояды. Венчикпен араластырғанда да оң жаққа 100 рет кемі, сол жаққа 100 рет кемі араластырсаңыз, айраныңыз өте қою бауыр сияқты іркілдеп шығатын болады. Міне қою айранның секреті осында, өте көп мөлшерде араластыру керек. Және де сіз осындай үйіңізде венчик болмаса, қасықтың көмегімен де араластыруға болады, бірақ қасықтың көмегімен побольше араластырыңыз, себебі қасық негізі жақсы араластыра алмайды. Ұзақ араластыруға мүлдем ерінбеңіз, жасап көріңіз. Осылай ұзақ араластырып болғаннан кейін арнайы крышкамен бетін жауып, осындай жылы полотенцияға орап, ешкім тимейтіндей жерге ровно 2 сағатқа орап қоясыз. 2 сағаттан кейін алып холодильникке 1 суткаға қоясыз. Ровно 2 сағаттан кейін міндетті түрде алынуы қажет. Одан көп тұрса, айраныңыздың дәмі қышқыл болып кетеді. 2 сағаттан кейін осылай холодильнигімізге 1 суткаға қойып қоямыз.